Қыздар, кет. Нәншілік. Кішкентай қыздың қысқа видеоларын шамамен 800 мыңға жуық адам қарайды. Инстаграм парақшасындағы осыншама жазылушы кішкентай ғана Амина Малгаждарды Аминока атты кішкентай жұлдызға айналдырды. Жақында ғана осы жұлдыз киноға түссе, енді ол ән де салады. Жуырда ғана Аминка Витаминка өзінің дебюттік бейнебаянын жарыққа шығармақ. Клип он Маған ән айтқан ұнайды. Енді бірінші әнімді айтып бейнебаян түсіріп жатырмыз. Маған ата-анам үнемі көмектеседі. Бейнебаян ерекше болмақ, себебі үнемі әзілдің ішінде жүретін Амина енді басқа образды сомдамақ. как мама уезжает, Анашым шынымен кететін болса, мен оны қатты сағынамын. Ал мұны көңілсіз образды эмоциямен съемкада беру керек болса, мен бәрін де жасаймын. Иә, Амина Витаминка талантты қыз. Ол кез келген образды алып шыға алады. Дегенмен өзіне қайсысы жақын екен сұрап көрелік. мне легче делать. Маған көңілді образ оңай деп ойлаймын. Өйткені маған әрдайым көңілді, күлкілі. Сондықтан маған осылай ұнайды. Аминаның алғашқы әні ана туралы болмақ. Ал кішкентай жұлдыздың анасы бейнебаянның сюжеті туралы былай дейді. Амина қазір өлең айтқанды ұнатып жүр. Анасы туралы бір өлеңді өзі жақсы көріп, сол өлеңді жазып, қазір енді сол өлеңге клип түсірейік деп жатырмыз. Ол жерде анасы кетіп қалады, басқа қалаға, сол қызы сағынып, қайғырып жүреді. Кішкене көңілсіз, сондай қайғыратын өлең. Бірақ аяғында бәрібір анасы қайтып келеді, бәрі жақсы болады. Сол туралы клип бүгін түсіріп жатырмыз. Бұлақ көрсең көзін аш деген кішкентай қызының талантын шыңдауға барын салып жүрген ата-анасы енді Аминаны вокалдан да дәріс алуға берді. Себебі бейнебаян түсіріп жатқан олар қыздардың алғашқы әні мінсіз әрі ерекше шыққанын қалайды. Вокалға 4-5 ай болып қалды, барып жүргеніне өзіне ұнайды, уақытын табамыз. Съемка болып қалатын уақыттар болады, ондай кезде басқа күнге ауыстыратын. Енді вокал мұғалімі өзі де бізді түсінеді, сондықтан бізбен ғана сабақты өткізіп жүргеннен кейін біздің графикке подстраиваться етеді деп айтсам болады. Көңілді әрі қызықты вайндар түсіретін Аминка Витаминканың көңілсіз, сағынышқа толы бейнебаянын жақында көріп бағасын бере жатарсыздар. Ал әзірге Музон анасы кішкентай жұлдызға сәттілік тілейді. Биыл әнші Бауыржан Рахымбековтың өнерде жүргеніне 20 жыл толып отыр. Осы айтулы мерекесіне орай 17 қарашада туған жеріне барып есеп беру кешін өткізбек. Неге ауылдан бастағанын әншінің өзі былай түсіндірді. Биыл менің творчествома, жалпы менің өнер сахнасында жүргеніме 20 жыл болып тұр. Сол 20 жылдық мерейтойымызды, енді мерейтой дейміз ғой, 20 жыл. Соны атап өтейік деп, мен өзім туған жерім Шығыс Қазақстан облысы. Менің еңбек істеп бастаған жерім Өскемен қаласы. Сондықтан да менің кешімнің аты ауылға барам деп аталады. Өскемен қаласында өтетін бұл кеште Бауыржан Рахымбеков жалғыз болмайды. Өскемендіктер бұл күні тамаша дуэттердің куәсі болмақ. Ендеше кештің сыйлы қонағы кімдер? Әнші мұны жасырып қала алмады. Менің кешімнің сыйлы қонағы ретінде бірге менің шашбауымды көтеріп, маған жаңағыдай қамқор болып жүрген өте үлкен, менің жақын көретін, жақсы көретін әпкелерім бар. Оның ішінде міне халық әртісі, біздің Қазақстанның халық әртісі, өзіміздің сүйікті әншіміз, еліміздің Мақпал Жүнісова әпкем барады. Біз ауылға барам деп бірге дуэт орындап жүрміз. Және сол 20 жыл менің творчествомның 10 жылында менімен бірге жүрген мен досым, әпкем Шахизада бірге барып менімен бірге ән салады. Және өнердегі досым қаншама жылдан бері араласып келатқан бауырым Әлшер Каримов. Сол осы менің жақын достарыммен барып, Құдай қаласа, елімнің, жерімнің батасын алып қайтайын деген ниеттемін. Жеке шығармашылық кеш беру, халық алдында мерейлі есеп беру оңай емес екені белгілі. Ол үшін әнші біраздан бері қызу дайындықта жүр екен. Бауыржан Рахымбеков бұл сұхбатымызда қарбалас тіршілігі туралы да сыр ақтарып қалды. Бағдарламам әрине бұл жерде былай болады. Менің жеке өзімнің жаңадан жазылған әндерім орындалады. Сонан кейін біз соңғы кезде Шахизада екеуміз көптеген дуэттер жаздық. Жаңадан 4-5 дуэт жаздық. Соны орындаймыз бірге. Мәкеңмен бірге орындалатын дуэтім. Сондай, және мен енді біраз жыл облыстық Жамбыл атындағы драма театрда істедім, актер мамандығында.
біраз енді кезіндегі ойнап кеткен рөлдерімізден үзінді болуы мүмкін. Әлі сол жұмыс жүргізіліп жатыр. Ендеше ауылына бара жатқан әнші азаматтың ауылға барамын кеші сәтті өтсін деп тілейміз. Ал өскемендіктерді Бауыржан Рахымбеков 17 қараша күні Өскемен қаласындағы мәдениет үйінде күтеді.